Қазір кішкене күте тұрайық. Сосын бастап кетеміз. Енді дауысым естіліп тұр ма? Алло. Иә. Жақсы. Қазір 8-ден 5 минут өткенде бастаймыз, иә? Нұсқа талдау. Мен былай істей тұрайын. Пока что бірінші сұрақты көрсете тұрайын. Маған ойлана тұрыңыздар. Егер жауаптары болса, жазып кетіңіздер. Иә. Неше адам А деп жауап берді? Чат қарап көрейінші. А, С. С болмайды ғой. Модулі өзгермейтін наурыз. Импульс артады. Төмен түскен сайын жылдамдық көбейеді ғой. Хоть бұлай лақтырды. Дұрыс. Егер өзгермейді, X артады. Иә, жылдамдық артса импульс артады. То есть, жақта кемейді деп жазған, сол үшін бізде тек қана А варианты болады. Жақсы, онда осылай бастап кете берейік. Менде қазір уақытпен ғой бәрі, сол үшін. Қазірше 10 адам. Так. Бүгін бізде жалпы нұсқа талдаудың екінші күні. Бәріне қайырлы кеш жалпы. Онда бірінші сұрақ А болады. Не үшін? Оқиық, бала терезеден допты горизонтал лақтырылған. Бұлай. И бұлай түседі ол. Жалпы бірінші тұжырым ол энергияны сақталу заңы бойынша ғой. Механикалық энергия деген ол бізде кинетикалық және потенциалды энергияны қосындысын механикалық энергия деп айтамыз, иә? Ол бізде әрқашан тұрақты. Егер ауа кедергісі ескерілмесе, онда мысалы ауа кедергісі ескерілмейді деп жазған. Үйкеліс дегендер жоқ. Сондықтан бізде энергия сақталып қалады, қай уақытта болсын. А жауабы дұрыс болады. Импульс болса әрқашан артады, қараңдар. Мына жақта импульс. Себебі үдеу бар ғой, мына жақта G деген. Ол оған қарсы емес, ол оны былай төмен қарай тартады, бірақ соның өзінде мынау көбейе береді жерге түскен сайын. Y құраушысы артады ғой. Сондықтан Б емес, С болмайды. Б болмайтын и так түсінікті. Так,
басқалары мүлдем келмейді. Екінші сұрақ. Кеше Бекар саға айтқандай негізі особо қатты қиын есептерді қосқан жоқпын. Бар ішінде қиын есептер. Былай істедім ғой, басында оңайлау, сосын қиындайды. Бізде жалпы бүгін 30 сұрақтай талқылаймыз. Кинематика или қалай? Жоқ, кинематика емес, аралас. Басы кинематика. Басында кинематиканы қостым, динамиканы көбірек қостым. Жауап. Мына жақта қалай болады жауап? Вариант. Басқалар қалай ойлайды? Чатқа жазып кетсеңдер болады. Былай айтқан, автомобиль 200 км жол жүреді. Бізде автомобильдің дөңгелегі ғой. Бірдей жол жүреді ғой, иә? Қазір мен ойлана тұрыңдар, мен салайын. Бізде мысал ретінде ортасындағы нүкте. Автомобиль қанша жол жүрсе, мысалы, мына жақтан мына жаққа келді дейік та автомобильді. Келген кезде дөңгелегі дәл сондай жол жүреді. Дөңгелегінің ортасы. Өзі қандай жол жүрсе, дөңгелегі де сондай жол жүреді. Ортасы. Бірақ шетіндегі бір деген нүкте бар ғой. Оның траекториясы қандай болады? Кеңістікте қалдырған ізі. Былай болады негізі. Примерно елестете аласыңдар ғой, иә? Қайсысы ұзын бізде? Ортасындағы нүктенің қалдырған ізі ұзын ба? Немесе шетінде орналасқан бірінші нүктенің траекториясының ұзындығы, яғни жолы көп па? Шетіндегісі. Иә, әрине біріншісінікі. Солайша қара неғұрлым алыс болған сайын центрдан, соғұрлым оның жүрген несі көбейе береді. Сондықтан бізде ең көп жол жүргені ол бізде бірінші нүкте, сосын барып екінші, сосын барып үшінші, ал төртіншісі ол тура автомобильдің жүрген жолына тең. Бұл жолдары. Сонда бізде біріншісі максимал дұрыс айтады. Басында жауап берді ғой бізде Ескендір. Және де біраз жауап беріпті. Бірдей дегеніміз болмайды. Бұл жақта жолды сұрап тұр ғой. Ал егер орын ауыстыруды сұраған кезде, онда бірдей болар еді. Отон сұрақтар жалпы негізі наурыз ЗБТ-да жалпы көбісі қаңтар пробныйдан алынған. Так, мына есепші. Түсінікті ма бәріне? Түсінікті болса плюс қалдырып кетіңдерші. Түсініксіз болса минус. Жақсы. Келесі есепті қарайық. Бұл кинематика, чисто кинематика, графикпен. Есепте женіш өздерінің жауабын айтып. Бастапқы жылдамдық берілді V0. Үдеуінің график көрсетілген. Үдеуді графиктен аласыңдар. Жүрілген жол дейді. Қиын деп айтамаймын мен бұл есепті. Вариант болады 21. 21 ба? V0 бізде мына формуламен шығады ғой жалпы. Енді үдеуіміз бізде қараңдар проекциясы негіз көрсетілген мұн жақта графикте. Үдеуіміз бізде тұрақты және плюс емес минус ағайды. Минус 2. Мұнда минус 2 қойсақ болады, минусқа айналып кетеді. 10 көбейтілген. Қанша уақыт жүреді қараңдар? 3 секунд жүреді. Сосын тының орнына 3, минус 2, 3-тің квадраты бөлінген 2. Дұрыс айтасыңдар. 21 шығады екен, метр. Бұл бізде орын ауыстыру. Көбісі жазыпты. Тастан деген формуласымен жазыпты. Жақсы. Келесі. Так, бұл есепші. Бұл жақта көкжиекке ақтырылған дене да негізі. Кинематика емес уже бұл, сақталу заңымен, динамика, там, еще кинематика да бар. Тоже кинематика ағайды. Олай да шығару болады. Зеңбірек 40 метр секунд жылдамдықпен көкжиекке 30 градус бұрыш жасай лақтырылады. Көкжиекті сап қойық, 30 градуспен лақтырылады. Мына бізде жылдамдық 40 метр секунд бастапқы жылдамдық. Ол әрине параболамен ұшады. Соны айтады бізде қараңдар.
Оның 15 метр биіктіктегі жылдамдығын табыңыз дейді. Чатта не болады? Максимал биіктігін тауып көрейікші, 15-ке тең ба или одан көп па? Максимал биіктіктің формуласы естеріңде ма? V0 квадрат синус квадрат альфа бөлінген 2g. Так, альфа. V0 квадратымыз бізде 40-тың квадраты, синус квадрат, так, синус 30 градуста 2-ден 1, соны квадраттайсыңдар. 2g деген 20. Қанша шығады мынау? 420 шығады, иә? 20 метр болу керек. Иә, қараңдар, ең үлкен биіктігі 20. Демек бізде 15 метр, ол примерно мына жақтар ғой. Мынау немесе мынау жер. Екеуін біреуінде. Бірақ мен айтайын, екі жақта да жылдамдық бірдей болады. То есть симметриялы ғой. Қараңдар, мына жақта жылдамдық былай бағытталған, мына жақта былай бағытталған. Модуль бойынша примерно бірдей шығу керек. Давайте мына жақтан табамыз. Қандай вариантпен шығару керек деп ойлайсыңдар? Жылдамдықты бұл жақтағы. Ең оңай жолы қай тәсіл? Проекциямен ба? Vx тең 0 Vx қойсаңыз деп. Vx тең 0x. Так, Vx бізде өзгермейді. 0x болып. Бірақ Vy-ті табу керек қой. Vy-ті табу үшін сен 0 Y минус 7 ғой. Т-ны қалай табасың мысалы? Көтерілу уақыты формуласы бар емес. Жоқ, мына жақтыкін табуға болады. Мына жақтан мына жаққа жеткен уақытшы ең жоғары нүктеге. Бірақ мына жақтағы уақытшы. Оны қалай табасыңдар? Ол да проблема да. Ең жақсы жолы энергияның сақталу заңымен шығара салайық. Ең тез жол. Негізі бұл жақта да орындалады, қараңдар. Максимал мына бірінші нүктедегі жалпы энергия бар ғой. Мына жаққа жеткен кездегі жалпы энергия. Екеуі негізі ауан кедергісі жоқ. Поэтому мына жаққа жеткен кезде және мына жақта бастапқы нүктедегі жалпы энергиялары өзара тең. Жазайыншы, Е1, мына жақта Е2 деп қойын. Бірінші нүктеде бізде жалпы энергиямыз неден тұрады? Чисто тек кинетикалық энергиядан тұрады, дұрыс па? Ал потенциалды энергия ол жақта 0-ге жақын, жердің бетінде. Екінші нүктеде, мына нүктеде. Бізде ол жақта биіктік айтылған, mgh, бірақ кинетикалық энергияны білмейміз уже. Так, қалай істесем екен? Мынау штрих деп қойын. Тең, Е1, Е2 тең. Сондықтан, мына бізде mv0 квадрат бөлінген 2 ғой. mv0 квадрат бөлінген 2 тең mgh плюс mv штрих деп қойын, е. Так, m-дар қысқартасыңдар, v-ны табасыңдар. Қанша шығады? Ағайсысын. Я слайд жіберем. Запись бірақ болмайды. Сендерге айтып қойын. Чатқа, WhatsApp-қа жазуды ұмытып кеттім. Запись менде болмайды. Так, мына жақта енді классический есеп болады, да? Квадрасы Екіге көбейтейік, примерно мынандай болады қазір. V0 квадрат минус 2gh түбірден болады. Орындарына қойыңдаршы. 40-тың квадраты минус 2 көбейтілген 10 көбейтілген 15. Қанша шығады бұл? 1600-ден азайтасыңдар. 300 ба? 13 шығады дедім ба? 13 шығады дедім ба? 1300 түбірасында. Общий. Бұдан примерно қанша шығады енді так? 36 вариант. Хорошо. Түсінікті ма бұл? Түсінік болса плюс қалдырайық. Чат. Жақсы. Так, мынау есепті особо соған ұқсайды. Мынаны қарап көріңдерші. Уже шеңбермен айналатын дене. Айналып тұрған дискінің
шекті нүктелерінің бірлік уақыттағы айналым саны өзгерісі мен центрге тартқыш үдеуінің өзгерісін сәйкестендіріңіз дейді. Сәйкестендіруді қосып жібердім, енді кинематикаларды басына жинадым да. Кімде қандай идея бар мынау есепте? мынау Былай нені істейміз. келтірсе дейсің да? омегамен табуға болады. Омега квадрат r-ге тең, мысалы центрге тартқыш үдеу. Омега квадрат r. Иә, мысалы қараңдар, центрге тартқыш үдеудің формуласы мынандай формуласы бар. Бұрыштық үдеудің квадраты r деген. Бізде айтады, дискінің нүктесінің бірлік уақыттағы айналым саны деген ол не зат ол? Жалпы қандай физикалық шама? Бірлік уақыттағы Период. Жоқ, А, жиілік. жиілік. жиілік дұрыс айтасыңдар. Период ол бір айналымдағы уақыт қой, ал бұл керісінше бір уақыттағы айналым саны, бірлік уақыттағы. Так что сендерде айтқан центрге тартқыш үдеу и жиілік екеуінің арасындағы байланыс қандай? Соны формула мына арқылы негізі ашуға болады. Себебі омега деген не ол? 2π мю бар ғой. Соны қоясыңдар ма мына жаққа? Сөйте формула қандай болады? А. Так, 4π квадрат мю квадрат r. Мына формуладан көріп тұрған шығарсыңдар өздерің. А мен мю бір-біріне квадратты түрде тәуелді. Түсінікті ма болса? Плюс, минус. И сәйкестендіруде уже түсінікті, ары қарай қараңдар. Бізде айтады, мынау жиіліктерін былай өзгертсек, мысалы 3 есе кемітсек, үдеу қалай өзгереді? 3 есе кемітсек, 9 есе кемиді мысалы. Себебі квадрат тұр, мұны қараңдар. 3 есе азайса, 9 есе азаяды. Ал 2 есе артса, мысалы жиілік, онда 4 есе артады. Түсінікті, иә? Осындай сәйкестендіру. Кімге түсініксіз, кімге түсінікті? Түсінікті шығар. Мен WhatsApp-ты көршейін. Келесі есепке өте берейік. Мирас плюс қалдырды. Егер түсініксіз болатса, сұрай беріңдер, нен қос микрофонды, бұл жақта ешкім тексермейді. Тем более запись жоқ. Қараңдар. Мынау енді бұны тастап кетейін. Мынау есепші. Шеңбер бойымен кемімелі қозғалған дененің толық және тангенциал үдеулерінің нормаль үдеумен жасайтын бұрышы дейді. Тоже келген. Пробный. Шеңбер бойымен қозғалады тағы да. Және айтады, толық үдеу және тангенциал үдеулерінің нормаль үдеумен жасайтын бұрышы дейді. Мына бізде дене біз болсын, айналып жатқан. Нормаль үдеу былай жазылады, тангенциал үдеу былай жазылады. Ал толық үдеу дегеніміз не? Қараңдар, векторлы түрде жазсам, толық үдеу просто А деп жазатын мен оны. А ол нормаль үдеу мен тангенциал үдеудің векторлы қосындысына тең. Мысал ретінде былай ғой. Мысалы, нормаль үдеу мынандай болса, тангенциал үдеу мынандай болса, онда жалпы үдеу осы екеуінің қосындысы ғой былай. Бүйтіп қосасын. Бүйтіп, үшбұрышпен, иә. Мына бізде жалпы шыққан үдеу бар ғой. Кәдімгі векторлы түрде қосылады ғой, түсінікті ғой. Мына бізде А. Мынау нормаль, мынау тангенциал. Қосындысынан тұрады. Енді бізде айтады, нормаль үдеу әрқашан қалай бағытталады? Оның бір ережесі бар ғой. Нормаль үдеу әрқашан. Мысалы, мына жақта Центрге тартқыш үдеу. Нормаль үдеу сол центрге тартқыш үдеу екеуі бір ғой, центрге бағытталады. Мына бізде нормаль үдеу. Ал тангенциал үдеу ол жанамамен бағытталады. Немесе, кстати, нормаль үдеуді екінші аты айттым ғой, центрге тартқыш үдеу, ал тангенциал үдеудің екінші аты ол жанама үдеу, кстати. Сол үшін ол жанамамен бағытталады. Былай да, басқа түспен. Жанама деген либо былай, либо артқа, иә. Давайте былай. Онда жалпы үдеу қайда болады? Екеуінің арасында болмай ма? Векторларды қосқан кезде ше? Басқа түс тұтпай қалма.
мына бізде жалпы үдеу. Енді қараңдар, жалпы үдеу мен нормаль үдеудің арасын сұрап жатыр ғой бізде. Нормаль үдеу мен қалай? Толық және тангенциал. Толық үдеудің нормаль үдеумен жасайтын бұрышын сұрап жатыр. Және тангенциал үдеулерін. Мынаны сұрап жатыр. Толық үдеудің тангенциал үдеумен, толық үдеудің нормаль үдеумен арасындағы бұрышы. Қалай болады? Қайсысы болады 90-нан сонда? кіші. 90-нан кіші болады, иә. Себеп қарасаңдаршы, мына бұрыш жалпы мен арасын мынау. Сонымен қатар мынау да 90-нан кіші. 90-ға тең болмайды, бір қалыпты болса ғана. Жоқ, даже 90-ға ешқашан тең болмайды. 90-нан кіші болады. Түсінікті. Түсінікті ма? Смағұл Ақтолқын дұрыс жазды. Жақсы. Келесі. Енді мына есепті қарап көрейік. Бұл жақта уже тербелістер, кәдімгі тербеліс, математикалық маятник туралы. Айтады да, бірінші 5 сантиметрден еркін тербелістер жасайды. Егер тербеліс 10 сантиметр биіктен басталса, то есть жоғарылақ көтеріп жіберілсе, онда оның периоды қалай өзгереді? Егер алдың есептер түсініксіз болса, айтып жіберіңдер чатқа. Мына есепте қалай болады? Жазайықшы. Математикалық маятниктің периоды неге тәуелді? Т тең 2 порциялама. G бізде өзгермейді. Екі жағдайда да G өзгермейді. Хоть жоғарыдан, хоть төменнен жібер. L деген ол бізде ұзындық, жіптің ұзындығы да өзгерген жоқ қой. Демек, периоды өзгермейді. Анау есептерде келетін еді о? Өзгермейді. Есептерде айтатын еді, амплитуда арттырса период қалай болады деп. Вот сол сияқты ғой, просто бұяқта биіктік туралы айтқан. Түсінікті, өзгермейді. Мынаған қарайсыңдар, осындай нәрселер өзгермесе, демек Т да өзгермейді. Жақсы. Плюс жақсы. Мына есепті шығарудың мен бір әдісін көрсеткім келген. Бұл есеп келген тоже. Бұны былай істейміз, қараңдар, лайфхак сияқты қылып көрсетсем ба деген. Әрине бұяқта оптика өткесіңдер ғой, геометриялық оптикада линзадан өткен кезде сәулелер. Мысалы, мынау сәуле барады да, түзу сызу керек. Бүйтіп салып отыруға болады әрине, бүйтіп ше. Сендерде сызғыш болмай қалатын шығар, мысалы, қолдарында. Бүйтіп қисық кетіп қалатын шығар деген сияқты. Бүйтіп отпау үшін, мысалы, мына жақта мен түсінбей тұрмын өзімше, кескін үлкейтілген ба? Мысалы, солай да сұрау мүмкін еді ғой, үлкейтілген ба, кішірейтілген ба деп. Бұяқта енді орналасу орнын сұрапты, то есть мынаның қашықтығын сұраған варианттарда. Оны табу үшін былай істесек те болады. Ондай суреттерді салмай ақша, былай істесек болады. Линзаның формуласы бар ғой? Жұқа линзаның формуласы. Бізде қараңдар, жоқ, F-ті білмейміз, F-ті тап деген. D қаншаға тең? Примерно алсақ. Қараңдар, D бізде, мына жақта 3F қой. Мына жақта 2F. Сон арасында орналасқан денемізші. Мысал ретінде 2,5-ды алып көрейік. Одан ешнәрсе қате болмайды. 2,5 точный болмаса да, сол аралықта жатқан мәнді алдым да. 2,5, ойбай, не жас көп. Короче, үлкен кіші D-ның орнына мен 2,5 F-ті қоям мына формулада. Ал кіші F-ті мен білмеймін ғой, соны тап деген, я? То есть мен кіші F-ті үлкен F арқылы өрнектеуім керек қой. Не істеймін мен? Арғарай уже математика шы негізі, чисто. Бүйтесіңдер, я? Мынаны өткізесіңдер мына жаққа солға. Бірінші план жазайық. Тең болады. 1 бөлінген F минус 1 бөлінген 2,5 F. Ортақ бөлім 2,5 F. Мына жаққа 2,5. То есть үстінде 1,5 болады. Енді қараңдар. Мынаған тең болса, онда F-іміз 2,5 бөлінген 1,5 F.
Так, 2,5 деген ол 5 бөлінген 2, 1,5 деген ол 3 бөлінген 2. Сонда бізде 5 бөлінген 3 болайын деп тұр ғой, иә? Так, 5 бөлінген 3 қараңдар, ол 5 бөлінген 3 ол бізде 2f-тан кіші, бірақ 1f-тан үлкен. Сондай жауап бар ма? Я. Мынау болады. Түсінікті ма? Түсінікті ма? Мынау бізде кіші f. Так, мирас жақсы. Қалғандарға түсінікті ме? Что мен мирасты ғана көріп отырмын ғой. Түсінікті болса, плюс қалдырып кетейік бәріміз. Бастан. Жақсы. Келесі. Ойбай. Мен бұл жақта айтқым келгені ғой, типа, Инстаграмға жазылыңдар. Қараңдар, не жазып қойғам. Бұл парақшада физикадан пайдалы, ОБТ үшін пайдалы, қызықты және естен шықпайтындай рилстар көре аласың. Көбісің сол жақтан келдіңдер ғой, сол үшін мен ойлаймын, біразың подписансыңдар. Сонымен қатар білесіңдер, мынау биода тұрған ссылка бар ғой. Ол бізде YouTube канал. Менің YouTube каналым. Бекар Сарайдың каналы бөлек. Екеуміз біргеміз ғой, бірақ жалпы. Сол жақта видеолар шығып отырады. Мысалы, Инстаграмда қысқаша рилстар шықса, ол жақта ұзақ кәдімгі есеп талдаулар шығады. Тегін арасында біраз негізі ссылкамен ашылады. Оны жіберіп тұрамыз сендерге группаға. Жақсы. Мына есепті қарап көріңдерші. Мен сендерге айттым, иә? Бұл нұсқа талдауда мен механика, сақталу заңдары и кинематика. Үшеуіне көп наклон, сол есептерді жинақтадым. Бізде қай тақырып? Біреу білетін шығар. Оқысаңдар, қай тақырыппен шығарылатын есеп. Суретін сала берейін мен. Массасы 150 грамм доп. Тоже келген. Нұсқа там неде. Наурыз қотыда. Мынау массасы. Альфа. МВ тең F бөлінген Т. Я, импульсын сақталу заңын дұрыс айтасыңдар. Соққы болады ғой, соққы болған жерде кез келген соққы кезде импульсті еске түсірген дұрыс. Мынау дуалымыз бізде вертикальный дуал, да? Мен допты кішкене қате салып қойыппын онда. Бұлай. Добымыз бізде қараңдар 60 градуспен түседі деген. Бізде перпендикуляр жасаймыз. Соған 60 градуспен түседі. Мына бұлай. Примерно 60 градус шығар енді. Мынау градусша. Так, сосын барып соқысады. Соқысқан соң ол шағылып кетеді, иә? Себебі қараңдар, абсолют серпімді деген сөз бар ма бұл жақта? Қараңдар, жылдамдығын жоғалтпастан деген сөз бар ғой. Ондай сөз деген абсолют серпімді деген сөз. Абсолют серпімді соғысқан кезде бізде қандай бұрышпен түссе, сондай бұрышпен шағылып кетеді. То есть, мына екеуі бірдей бұрыштар. Сонымен қатар білесіңдер ме, жылдамдық сақталады, яғни дәл сондай жылдамдықпен қайтады. Жылдамдықтың модулі сақталады, бірақ бағыты көріп жатсыңдар ғой. Бағыт не істеді? Өзгерді. Сендер айтып отқан формула чатта дұрыс, сонымен шығарамыз. Ол бізде импульстың Ньютонның екінші заңы деп аталады. Ньютонның, онда жазсам көріне ме? Ньютонның екінші заңы. Бірақ импульстік түрдегі. Импульсті түрдегі. Бірақ сендер білесіңдер, Ньютон екінші заңы ол F тең ma ғой. Бірақ дәл соны былай да жазуға болады. Дельта P бөлінген дельта T деп. Негізі бір нәрсе ғой екеуі. Кстати, Ньютон өзінің кітабында мынаны емес, мынаны жазған. Именно осы. Бірақ біз көбінесе Ньютон екінші заңын айтқанда мынаны елестетеміз ғой. Сондай ақпарат бар. Так.
То есть импульстың сақталу заңын қолданамыз және де мынаны қолданамыз. Қараңдар, енді импульсты табайық мына жақтағы. P векторын сақ қойын. Массасы 0,15, жылдамдығы қанша? 10. Білесіздер ғой импульсті табады формуланы, mv деген. Кез келген моменттегі импульстің мәні. Қанша шығады? 1,5 килограмм метр секунд деп жазбай ақ қойын. Бұл бастапқы импульс P1. Ал соқтығысып болғаннан соңғы импульс P2 негізі дәл сондай модуль. Яғни 0,15, массасы өзгермейді, жылдамдығы да дәл солай қайтты емес пе? Яғни 1,15. Бірақ қараңдаршы, бұл векторлы шама ғой. Мен айтамайым қазір. Қараңдар, F тең дельта P бөлінген дельта T дедім ғой. Ал дельта P дегеніміз ол бізде P2 минус P1 бөлінген дельта T, я? Вот қазір мен P2 минус P1 0 деп айтамайым. Себебі бұл векторлы түрде жазылады. Мына формуланың бәрі ше. Мына үстінде вектор бар негізі, мына формулалардың. P-ның үстінде, A-ның үстінде. Тура мына жақта да дәл сондай. Азайтқан кезде сендер векторларды азайтасыңдар. То есть мына вектордан, керісінше, мына вектордан анау бастапқыны азайтасыңдар. Қалай болады? Мынау бізде бастапқы вектор минус соңғы вектор. Мынау бізде P2, мынау P1. Векторларды азайтқандар кімнің есінде бар? Векторларды азайту кімнің есінде бар? Білесіңдер, егер қосатын болсақ, қалай қосамыз? Просто былай бірінен соң бірін жалғауға болады, немесе мынау әдіс бар, параллелограмм деген әдіс бар ғой. Вот бұл қосу әдісі ол көбісіне таныс қой. Бірақ азайтқан кезде қалай істейміз? Негізі бұл математикада да келуі мүмкін, и физикада келеді. Қараңдар, P2-ден P1-ді азайту үшін дәл солай екеуінің ұштары бар ғой, то есть бастары, ұш емес бастары. Бір нүктеден шығарасыңдар. И екеуін мынау сияқты қоспайсыңдар. Просто ұштары бар ғой, векторлардың ұштарын жалғайсыңдар. Біріншісінің ұшы мен екіншісінің ұшын жалғайсыңдар. Енді қараңдар, мынандай сұрақ. Былай бағыттала ма, әлде былай бағыттала ма деген сұрақ қой мынау вектор. Кім біледі? Солға или оңға? Оңға дейді. P2 минус P1. Жоқ, солға болады. Менің, білмеймін, маған солға болып тұр. Сен былай бағытталады. Қайсысынан аласыңдар? Бізде мынаны табуымыз керек қой. Қайсысынан аласыңдар да, алынып жатқан векторды соған бағытталады. Қорытқы азайтынды вектор. Мына бізде дельта P. Түсінікті ма? То есть бұл бізде, на самом деле, бұл қалай бағытталса, мынаған қараңдаршы мына формулаға. Дельта P қалай бағытталса, F та солай бағытталады. F деген ол дуалдың күші ғой. Шынымен де доп былай келіп жатыр да, соғысты. И дуал оған былай бағытта әсер етпейді, ол былай бағытта әсер етеді. Анау обратно итереді ғой. То есть дельта P мен F бәрі. Бұл бізде, енді қараңдар, бұл теорияларын айттым, енді есептеуге көшейік. Мына жақ, сендер көріп тұрған шығарсыңдар, 60 градус не үшін берілген деп біреу сұрақ қойып, мынау 60 градус екенін білесіңдер. Мынау ше қанша? Мынау бұрыш. Мен көрініп тұр ма мынау? Неге 30 градус? Қараңдар, 60 градуспен түсті деп тұр ғой. Жауабы негізі 15 шығады, бірақ 60 градусты қолданбаған сияқтысың ғой сен. 60 градус деген, мынау да 60 градус қой. Келісесіңдер ме? Мен жай ғана былай істедім ғой, қараңдар. Мына векторды алдым, и мына векторды алдым да, екеуін бір нүктеден шығардым мына жақта. Қараңдар. По сути, маған қарасыңдаршы мына затқа. Былай көрсетейін ба? Мына сызықпен, мына сызық бір. Мына мен, мынау параллель.
егер мынау 60 болса, онда мынау да 60 емес па? Иә? Косинус теоремасымен де шығаруға болады. Доқ мынау есепте енді одан да оңай шығаруға болады. Қараңдар. Біреуі 60. Мынау да 60 болады. Осы қарайсыңдар. Ойбай. Мынау импульстардың мәндері бірдей ғой. То есть 1,5 және 1,5. То есть мыналардың ұзындықтары бар емес па, мынау P1 және P2 дегендердің ұзындықтары бірдей. Как бы бұл тең бүйірлі үшбұрыш қой. Тең бүйірлі үшбұрыш. Мына жағы 60 градус. Мына мен мынау тең. Демек, мынау да 60 градус. Бірақ мынау 60 болса, онда мынау да 60 қой. Демек, бұлардың үшеуінің қабырғасы да тең, е? Демек, дельта P тура P1, P2 сияқты. Мәні ше? Әрине, бұл мәндері. Векторлар емес. Мынау түсінікті ма осы жер? Түсінікті болса, плюс қалдырайық. Аха, түсінікті. Значит, қараңдар, дельта P-ның мәні да бізде 1,15-ге тең. Килограмм, метр, секунд деп. Ол да мынаған қоясыңдар. То есть үсті дельта P-мыз бізде мынау 1,15 килограмм метр секунд. Бөлінген қанша уақыт әсерлесті? Вот дельта T деген ол негізі соққының уақыты. Типа қозғалыс уақыты емес, ол соққының уақыты. Именно осы формулада дельта T деген ол әсерлесу уақыты екі дененің. Так, ол 0,1 секунд. Сонда жауап 15 болады екен. F 15 ньютон. Осыған ұқсаған тағы бір есеп бар. Бізде соңында контекстте келеді. Ол кішкене сәл басқашалау. Мынау, кстати, орташа күш деп аталады. Негізі білесіздер ма? Доп соғысу барысында басында сәл әсер етеді дуалшы. Сосын соғылып бітіп мыжыла береді ғой. Доп на самом деле соққысқанда жай қарасаң былай мыжылады, сопайып, сосын қайттан формасына кеп, қайтып обратно қайтады. Соғысқан ең қатты мыжылған момент ол кезде ең көп күш әсер етеді. Басында жай күш әсер етеді. То есть бұл жақта негізі күш тұрақсыз да. Ал шыққан жауап бізде ол орташа күш. Бұл бізде орташа күш деп аталады. Нақты айтатын болсақ. Бізде күш деп те сұрайды. Аясы күштің орташа мәні деп тұр екен ол. Короче, жауап бізде D болады. Жақсы. Түсінікті болса, онда келесі есепке көшейік. Мынау енді С деңгейлі есеп, иә? ОБТ-да келетін есеп. Жақсы. Енді мынау бір теориялық есеп. Мен бұған арнайы гифқа дайындап келгем. Мынау қайсысы оқыңдар? А-мыз 1 бола ма, 2 бола ма, 3 бола ма, 4 бола ма? Б-мыз 1 бола ма, 2 бола ма, 3 бола ма, 4 бола ма? Суретте айнымалы тоқ қуатты генераторы көрсетілген. Қуатты генератордың атқаратын қызметі оның бөліктерімен сәйкестендіріңіз дейді. Көбісіне бұл сұрақ уже кездескен шығар пробникта. Мысалы, қараңдар, электр қозғаушы күші деген ғой, А-дысында. Мынаны оқысақ. Индукцияланатын бөлік. Мен жақта генераторды более ашып көрсеттім. Мынау да генератор, да? Қараңдар. Электр қозғаушы күші бізде катушканың ішінде пайда болады. Мынау ішінде тоқтамайды енді. Мынау ішінде оралған сымдар бар ғой. Вот сол бізде негізі рамка. Көп рамкалар ғой олар. Индукцияланған тоқ сол рамкада пайда болады. Өткізгіш рамкада. То есть А-ға бізде бір сәйкес келеді. Ал В-ға шы. Ротор сақинасын сыртқы желіге қосатын. Мына жақта, мына суретке қараңдаршы лучше. Сақиналарда тоқ пайда болады. Бірақ ол тоқты шығару үшін мынандай бір щетка деген заттар бар. Щетка да, короче, ол сырғанайды ғой ана темірлерден. Бұны негізі неден жасайды? Графит деп аталады. Графит көмір сияқты, қаламның ішінде болатын. Сондай заттан жасайды. Бұлар сырғанақ келеді және желіне береді. Уақыт өткен сайын моторлар істен шығады сол үшін. Білесіздер ме, осы арқылы бізде сыртқы желіге қосылады, иә? Щетка деп аталады. Так что бізде Б-мыз щетка 2-ге сәйкес келеді. Вот статор деген ол қозғалмайтын бөлік. Мысалы, мынау 2 магнит тұр ғой, ол статор деп аталады. Ал ортасындағы айналып тұрған рамкалар,
Олар бізде ротор. Rotate. Щетка бар, қоздырғыш бар дейді. Қоздырғыш деген, кстати, ол мынандай зат қой. Генераторды айналдырады деп айтсақ болады. Иә, себепкері айналуына. Жақсы. Түсінікті деп ойлаймын енді, бұл теория ғой, бәріне түсінікті шығар. Енді келесі мынау есеп қалай болады деп ойлайсыңдар? Так, бұл тоже механика. Жалпы қатты дене механикасы деп айтсақ болады. Юнг модулі деген сөз келсе есепте, мына формуланы еске түсіресіңдер. Сигма тең Е эпсилон. Д ма дейді. Зере. Қазір мен есептеп көрмедім әлі ше, бұны. Көрейік бірге. Қараңдар, мынау бір сым, мыстан жасалған сым екен. Суретін енді салғым келген. Мынау бізде басында мыс осындай болып тұрса, ұзындығы. Сосын бізде мысымыз кішкене болсын созылады деген. Бір процентке, доля там 0,001%-ке. Былай ғой, мынақта L болса ұзындығы, күш әсер еткен соң, сырттан қанша болды? L плюс, бетекші, мынау пайыз ғой. Пайызды бір бөлшек түрінде жазайықшы, қанша? Мысалы, сендер білесіңдер ғой, 50%, ол қанша? 0,5. Сол сияқты, мысалы, 75%, ол 0,75 деген сияқты, яғни 100-ге бөле саласыңдар. То есть 0,001%, ол қанша бөлік түрінде жазсақ, тағы 2 0 қосасыңдар бірдің алдына. Вот. То есть мынаған сонша қосылды. Түсінесіңдер ме? Ой, енді тоқтаңдар. Бірді жазым, оннан көбейтілген жақсы ма? Түсінікті ма сендерге? Не үшін қосқанымды? Соншаға добавиться етілді деген ғой. Значит, бізде мынандай болады. Әрине өте кішкентай әсер. Механикалық кернеу. Кстати, мынау сигма деген ол бізде не? Ол механикалық кернеу. Е деген тұрақты сан бізде, жақшада берілген эпсилон. Эпсилон дегеніміз не? Ол бізде салыстырмалы ұзару деп аталады. Яғни дельта L бөлінген L0. Кстати, бастапқысын L0 деген ол L ғой. Дельта L деген ол соңғы, мұна қалай істесек болады? Мына L1 болса, не өкет, L0 дей берейікші. Мынау L штрих болсын. Тогда L0, L0, L0. Түсінікті отыр ма? Дельта L ол бізде не? Ол L штрих минус L0. Соңғыдан бастапқын. Мынау L0. Не істейсіңдер? L штрихтың орнына мынаны қоясыңдар. Одан аласыңдар L0. Ну, понятно, что жазғым келіп жатқан жоқ, мынадан L0-ді алсаң, не қалады? Бір L0-ді алсаң. Қайттан мынанша қалады ол? Мынау L0. Сонда эпсилон бізде қанша екен? Сендер бұл жақтан негізі сразу айтуға болады екен, эпсилон деген ол процентпен есептеуге де болады екен. Бірдестен жазсақ та болады екен. Ол эпсилонды білдіреді екен. Жақсы. Болды, енді осыны әкеп мұн жаққа қойыңдар. Основной формуламызға. Сигманы табайық. Сигма бізде 1,2 көбейтілген 10-ның 11 дәрежесі. Мынаны қараңдаршы қалай жазамыз? 1, 2, 3, 4, 5. 10-ның минус 5 дәрежесі деп жазамыз. Сонда қанша шығады? Д. Бәріне түсінікті ма? Дұрыс, Зере бірінші болып айтыпты. Плюс дейді. Ладно, кеттік ары қарай. Мынау есепші теориялық, чуть-чуть теориялық. Кесте берілген бірақ. Оқылып тұр ма? Айтады бұлай.
кестеде кейбір заттардың қалыпты жағдайдағы беттік керілу коэффициенті көрсетіліпті. Температура жоғарылаған кезде глицерин және сабын ерітіндісінің беттік керілу коэффициенті дейді. Кстати, бұл редкий тақырыпта негізі, бірақ келеді ұбытта. Бұрындары көп келмейтін еді. Беттік керілу деген құбылысты примерно түсінесіңдер ғой не екен? Былай, беттік керілу ол судың бетінде бүйтіп тартылып тұрады беті. Или сабын көпіршікті өфіргенде сол. И мысалы, мынандай бір сабын көпіршігі осылай тұрып қалды дейік та. Қолымыз сабындап жатқан кезде жерге түсті дейік. Егер бұны қыздыратын болсаң, әрине бұл жарылып кетеді. Не үшін? Себебі беттік керілу коэффициенті температура артқан кезде бұл азаяды. Бұны бүйтіп жазып қойыңызшы. Температура артса, беттік керілу коэффициенті азаяды. Мынаны мысалы зажигалкамен қыздырсаң, жарылып кетеді, себебі коэффициент азайып, күші азаяды. Кстати, беттік керілу коэффициентінде екі формула бар өзі. Основной екі формула бар. Білетін оны. Күшке қатысты формула бар. Сигма L деген. Бекта L анау периметрі бетпен шекараласып тұрған тақырыбында түсіндіруге болады. Кейін бізде тақырыбы да бар негізі, жібере аламыз. Бұл бізде беттік керілу күші. Және беттік энергия деген бар, потенциалды. Жағына S. Беттік керілу күшіне қатысты тақырыпта осындай основной екі формула бар, естерінде болсын. Мына сигма дегендер енді бұл жақта басқа затты білдіреді. Беттік керілу коэффициент. Қараңызшы, мына жақта сигма басқа зат, мына жақта сигма басқа зат, иә. Физикада сондай әріптер аз. Сонда бізде қайсы болады? Вариант екеуінде де кемиді деген болады. То есть қыздырған кезде екеуінің де беттік керілу коэффициенті азаяды. Жай ғана берілген әшін. Жақсы. Келесі. Мынау есеп, кстати. Кеше 20 адам ұтты, да? Бүгін неге аз? 25 адам ұтты кеше. Кім отыр өзі? Нормально. Онда келесі есеп. Қайсы күштер білеушіге көлбек жазықтық тарапынан әсер етеді дейді. А, Б, С, Д, E, H, G. Қайсы болады? Чатта ашайын. G дейді. 2 және 3 дейді. Дұрыс айтады. Молодец. FM-ді оқитын біреу. Жақсы оқиды екен, FM-де Жансұлтан дейді. Жауабы 2 мен 3 болады. Қазір мен айтып өтемін, тоқталып, түсініксіз болғандарға. Еш не емес, ұят емес, түсінбесеңдер, себебі бұл тақырыптар өте аз келген. Бірақ негізі, мына 3 дегеніміз не күш еді, ол формуласы қандай еді 3-тің? Ол үйкеліс күші еді, 3 үйкеліс күші. 2 деген күш ол қандай күш? Ол бізде N деген нормаль күш. Анаушы реакция күш деймін, не? Тірек күш, реакция күш, ол нормаль реакция күш. 1 деген күш ол бізде mg-дің құраушысы ол, mg sin, mg синус альфа. 4-шісі ол бізде mg косинус альфа. Осыны білетін бендер, осы заттарды. Білсеңдер плюс. Вообще-то 1 мен 4-ті қосатын болсақшы, 1 мен 4 деген күштер бар ғой, ол негізі mg ғой. Мен яқта кішкене суретім сәйкес келмей қапты. Бірақ mg тіке былай кететінін білесіңдер, mg-ді 2-ке бөледі ғой бізде, анау көлбеу жазықтықта көбінесе ыңғайлы болу үшін есептеу. Осы mg деген ауырлық күшін, жердің гравитация күшін денеге әсер ететін 2-ке бөледі, 4 және 1. То есть mg синус, mg косинус деп бөледі. То есть бұл күш 1 мен 4 күштері, олар жердің тарапынан әсер ететін күштер. Жер тарапынан әсер етеді. Ал вот 2 мен 3, ол как раз көлбеу бет бар ғой. Мына бізде денеміз қарастырып отқан. Ал вот мына бет.
вот сол беттің тарапынан әсер етеді да, как бы. Негізі анау көлбеуді алып тастасаңдар 2 мен 3 жоғалып кетеді. Понимаете, 2 мен 3 ол бізде көлбеу тарапынан, астындағы көлбеудің әрекеті. Түсінікті ме анау? Плюс болса плюс. Мысалы тек 2, тек 3 десеңдер де қате, иә? Себебі бұл жақта екеуі де қосылады. Бірге алу керек. Плюс па? Плюс. Жақсы. Келесі. Бұл енді қиын есеп балдар. Тоже ұбт-да келеді, бірақ ше, мен сендерге айтайын. ұбт-да келмейтіндерді алмаймын ғой. Так, сурет керек екен даже. Не істейміз? Оқып алайық. Көкжиекпен 30 градус бұрыш жасайтын көлбеу жазықтың бойымен білеушені жоғары қарай итеріп жібереді. Былай да. Жоғары қарай итереді. 2 секундтан кейін білеуші тоқтайды екен. Былай да примерно. Әрине мына жақта бір қалыпты қозғалып жатыр. Білесіңдер, ол үдемелі түрде, то есть кемімелі түрде қозғалады шын мәнінде. Жай қозғалып тоқтай бастайды. Сосын айтады, 4 секундтан кейін бастапқы нүктеге қайтып оралады. Былай. Үйкеліс коэффициентін тап дейді. То есть бізде 3 нәрсе беріліпті. Мынау альфа. Бар уақыты берілген. Қайту уақыты берілген. Мынау 2 секунд. Мынау қайту уақыты. Негізі қарасаңдар, қайту уақыты көбірек. Ұзағырақ деген бұл. Не үшін олай? Бұл С деңгейлесі өздерің қаладыңдар ғой енді. Көрсете берейін, иә? Не істейміз? Мына дене жалпы, давайте мына суретін салайын. Мына жақта жүрген кезде мына денеміз, оған қандай күштер әсер етеді? Жаңа біз айттық слайдта, иә? Кстати, мынаған қараңдаршы. Мына біздің титрларымызда тұрған сурет қой мынау. Көріп ма? mg-ді біз қарастырмаймыз негізі. mg-дің орнына біз мына екеуін жазамыз. mg cosine, mg sin деп ше. Мыналарды. Тета деген ол мына бұрыш тета деп жазып қой. Үйкеліс күшін біз былай ашамыз. Қараңдар, n-нің орнына mg косинусты жазамыз. То есть үйкеліс күші бұл жақта негізі былай жазылады. Сырғанау кезіндегі үйкеліс күші. Енді денеміз сырғанап жатыр ғой бізде. n бізде mg косинус альфаның өзіне тең. Бұндарын жаттавасыңдар да болады осылай. Короче, міне. Демек бізде былай әсер ететін күш, мынау бізде үйкеліс күші. Қалай жазсам екен оны? Mu mg косинус, жаңа түсініксіз болып қалғанша, үйкеліс деп жазайын просто. Сосын қоса берем ғой. Үйкеліс күші. Так, былай әсер ететін күш бар ма? Ол қандай күш? Мына қызылмен салған күштің аты не? Негізі ондай күш жоқ. Көбісі қателеседі. Мынау денеміз жоғары көтерілді ғой. Значит, оған күш әсер етеді жоғары қарай деп. Жоқ, ол инерциямен кетіп жатыр. Инерцияны білесіңдер ғой. Просто бастапқы жылдамдықты сақтау керек та ол. Ондай күш жоқ негізі. Так. Не істейміз енді? N. Реакция күші бар. Оны білесіңдер. Керекті емес еді негізі жарайды. В принципе болды. mg sin, mg-ді 2-ке бөлетініміз бар. mg-дің 2 құраушысын жаза салайын. Мына n деген күшті, жасылмен жаза берейінші. N деген күшті жойып тастайды осы mg косинус альфа. mg-дің былай бағытталған құраушысы жойып тастайды енді. Ал вот mg синус ол бізде тоже артқа бағытталады. Қараңдар. Мына бізде mg синус альфа, мынау альфа. То есть қараңдар, денеміз бізде былай кетіп жатыр, бірақ оған 2 күш әсер етеді. Мына екеуін қарастырмаймыз дедім, иә, мынау. n мен mg косинус альфаны өлшей салсам да болады. Вот, 2 күш әсер етеді. Значит, Ньютонның екінші заңын жазайық енді, балдар, қыздар. Мынау денеміз үшін Ньютонның екінші заңын жазайық. Ньютонның екінші заңы деп жазып қояйын, иә. Ньютонның екінші заңы біріншісі дене үшін. ма тең. Так, осьті қалай бағыттасақ дұрыс болады?
осьті былай бағыттай берейікші, оң бағыт деп. МА тең болады бізде неге? F үйкеліс күші плюс mg синус альфа. Мәні почерк кетті. Просто анау конспектте түсінікті болсын деген mg sin альфа. Так, енді үйкеліс күшін ашуға болады. Білесіңдер, үйкеліс күшін жаңа көрсеттім, қалай ашылатынын. Міне тұр, иә? Жаттап алған дұрыс. Мю mg косинус альфа плюс мю... Ой. mg sin. Sin. А. М-дарды қысқартуға болар еді бірдестен. Мына жақтағы М бар ғой, А-ның алдындағы М-ді қысқартамын мыналармен. Сөз не қалды? Мынау қалды. Так, бұл бір теңдеу. Давайте G-дің орнына сан мәнін жазайық, чтобы андай белгісіз заттарды анықтап алайықшы. Мю белгісіз, иә? G мен альфа белгісіз ғой. Так, G бізде 10. Косинус 30 градуста білесіңдер, тобырасы үш бөлінген 2, иә. Плюс 10, 2-ден 1, иә, синус. Вот. Қараңдар, екі нәрсе белгісіз. А және мю. Сондықтан бізде екінші зат айтылған. Екінші қозғалыс бар ғой. Төмен қарай түсіп жатқан. Бұл болады ма дейді. Білмеймін, қазір айтамыз, иә. Мүмкін. Төменге түсіп жатқан кезде былай, мына жақта. Бұл жақта қандай күштер әсер етеді? Жазып қойық. Мына бізде енді mg синус альфа болады. Себебі mg өзгермейді мынау. А вот үйкеліс күші, бұл төмен қарай қозғалған кезде үйкеліс күші уже қарама қарсы. Яғни, білесіңдер ғой, үйкеліс күші әрқашан кері бағытта әсер етеді. Қозғалыс бағытына кері болады үйкеліс күші. Сондықтан ол былай бағытталады. Мынау көбірек негіз. Үйкеліс күші. Екеуін вот азайтасың ғой, mg синус альфа минус үйкеліс күшін білесіңдер, мю mg косинус альфа болады әрқашан сырғанау кезінде. И ма болады. Кстати, алар екі түрлі. Айтынан А1 деп жазам. Мынаны А2 деп жазайын. То же самое М-дар қысқарады. Не қалады? Сан мәндерін жазып қойын, А2 тең. Қараңдар, G және синус альфа. G бізде білесіңдер. Так, 2-ден 1. Минус мю бізде белгісіз. G бізде 10. Косинус тобырасы үш бөлінген 2. Ол жақта вроде бәрі дұрыс. Үйкеліс коэффициенті неге тең дейді. Үдеу екі түрлі. Не істейміз? Енді үдеудің формуласы бар ғой, қараңдар. Мына формула бар ғой. S тең. Қай формуланы алсақ дұрыс болады деп ойлайсыңдаршы? АТ квадрат бөлінген 2-мен ала берейін ба? Я сонымен ала берейін. АТ квадрат бөлінген 2, еще В0 тысы бар. Жалпы түрін жазайын. Қараңдар. В0 бірақ берілмеген. Не істейтін ек? Бұяқта 2 секунд, 4 секунд дейді. 2 секундта көтерілсе, 4 секундта түссе. Мен аны бірден тауалам негізі. А2-ні ше. А2-де ол жақта негізі мұнамен. А2-де бастапқы жылдамдық жоқ қой, қараңдар. Жоғары көтеріліп, төмен түсті. Басында тоқтап тұрып, жоғары шықты, тоқтады, жылдамдық 0, қайттан түседі. Біз жоғарыдан төмен түскен кезде бізде бастапқы жылдамдық болмайды. Сол үшін ол В0 болмайды ол жақта. АТ квадрат бөлінген 2-нің өзі болады да. И сол жақтан аны табасыңдар. Яғни 2S бөлінген Т. Так, но Т2 болса 4 секунд, но Т1 болсын. Т2-нің квадраты болсын. Вот сөйтіп жазуға болады. 5. Бізде 5 тобырасы 3. Мю бар. Мына жа А1 кішкене не болып тұр бізде ше? Бір түрлі болып тұр. Бастапқы жылдамдық берілмеген ғой ол жақта. Үдеу бар, уақыт бар. В0 берілмеген. Так.
Мына формуланы жазып көрейін. S тең v квадрат, так, v0 квадрат, минус v квадрат бөлінген 2a деген. Бізде бастапқы жылдамдық жоқ болып тұр да сол. Мына формуланы да жазып қойын. Сендер қалай ойлайсыңдар? Бір нәрсе жазылмай қалған ба мына жақта? Осыны есеп көрдім да мен. 2асы дейді. Жансұлтан 2асы да бастапқы жылдамдық. Мына жоғарыға, мына жерде ескерілу керек қой. Былай, бастапқы жылдамдық шы. Мына жақта оны жазуға болады 2асы деп. Жылдамдық деп өрнектегенде. Мен, наверное, мына жақта бір нәрсе ескермей кеттім. Есепті құрастыру барысында шы, құрастыруған деген көшіріп отқан кезде. Сен жазбай кеткен сияқты. 2 секунд дейді. Мына жақта бізде бір екі зат белгісіз тоже. Мынаны үйтіп жазуыма болмайды, бірақ аны жазсам, мына формуламен шы. Қарап көру керек, Мен қазір уақыт алмай-ақ қойын, ойланып. Сендер де ойлана тұрыңдар. Если шарсам, мен неде қосып жіберем. PDF-тан жіберген кезде. Жақсы. Но, в принципе, мына жақ дұрыс бізде. Мынаны ғана ашу керек. Либо менде есебім толық емес, либо мына жақта бір нәрсе жазбай кеттім. Ескермей тұрмын. Мына есепті қарайықшы. Или сендерде шықты мынау. μg же үдеу орнына μg ол горизонталь кезде ғой. μg деген. Ол былай сырғанайды дене тегіс бетте. Сол кезде үдеу μg-ға тең болады. Кім айтты бұны? Соған айтайын. Ерлан Есен деген. Вот мына есепті қарайық. Бізде қанша болды сағат өзі? Так. Жарты сағат қапты ғой, тез болайық. S1 тең S2 алдыңғы есепті айтатсың ба? Иә. Екеуінде жолдары бірдей. Бірақ мен мына аны өрнектейтін формуланы таба алмай тұрмын да, чтобы қысқарып кету үшін. Қараңдаршы, мына жақта S белгісіз, и μ белгісіз. Бірақ мына жаққа қарасам, бұл жақта да μ белгісіз, бірақ тағы үшінші зат пайда болды да шы. Мен бұл аны табу үшін V0 керек, бастапқы жылдамдық керек. Вот, мына формулалардың бәрінде бастапқы жылдамдық бар. Себебі мен мына жақтан жіберемін ғой оны былай, жоғары қарай. Сырғытып, итеріп. Сол кезде бастапқы жылдамдық беруім керек. Және ол әсер етеді. Себеп қараңдаршы, көп қатты бастапқы жылдамдықпен итерсем, ол басқаша уақытта келетін еді ол. То есть мынау тоқтау уақыты негізі тікелей бастапқы жылдамдыққа тәуелді ол. И ол берілу керек негізі. Ана жақта берілмеген. Сол бір минус болып тұр некташы, бір берілмеген нәрсе ол. Ато шығатын еді. Так, мынау шы. Мынау есеп қиын емес негізі. Просто бір нәрсені білсең болды. Көрініп тұрма сендерге? Аяулым. Не істейміз? Мына есепте. Қатаңда айналып атқан кезде денеге қандай күш әсер ететінін білесіз. Жалпы қарасаңдаршы, мынау денеміз үстінен қарайықшы. Үстінен қараған кезде ол мынандай шеңбер сызып жатыр. Денеміз айналып жатыр. Допустим, былай айналып жатыр. Сол кезде бұл денеге әсер ететін күш қандай? Мен ауырлық күшін ескермеймін бұл жақта шы. Негізі бар ол әрине. Бірақ ауырлық күшін ескермеймін.
тек қана жіптің керілу күші бар деп есептейінші. Мынау жіп қой. Мынау адамның қолы, ана доп айналып жатыр шығар. То есть бізде денемізге, яғни шаригімізға жіптің тарапынан мынандай күш әсер етеді. Керілу күші деп аталады. Т. Болды, басқа күш жоқ. Әрине mg бар. mg бізде былай, төмен қарай. Но ол өте аз. Т-ға қарағанда ше. Негізі шынымен де аз ол. Кім отыр не қылады? Жауап бермейсіңдер. Центрге тартқыш үдеуді табайық деп біреу жазыпты, дұрыс айтады. Мен сұлу. А тең В квадрат бөлінген R. Бірақ В жоқ қой. R бар. Екінші формуласы қандай еді? Бұл да болады. Негізі осы ұнап тұр маған, екіншісі. Себебі омега ол 2π мю ғой. Табайық омегамыз. Қанша болады? 2π 5, 10π. Енді міне қакеп қоясыңдар. Сонда не болады? А тең 10π-дің квадраты дейді. Ол бізде 100π квадрат. Көбейтілген R. 1 метр. R-ымыз 1 метр. Значит, осылай. Қараңдар, динамика ғой бұл. Негізі бұл динамика. Любой динамика есебінде денеміз қозғалып жатыр ғой. И оған Ньютонның екінші заңын жазуға болады. Ньютонның екінші заңын деп жазып қойын. МА-ны дейсіңдер да теңестіресіңдер, қандай күш әсер етеді денемізге? Тек қана керілу күші. Болды. Мен айттым ғой, mg-ді ескермейміз деп. Болды, енді m бізде 0,7, мынау 0,7 ғой. Дұрыс. 0,7 көбейтілген А-мыз бізде 100π квадрат шықты. Әрине мен пи-ді ашамын қазір. 3-14 квадрат. Тең болады бұл Т-ға. В принципе, оймен еқті вариант жоқ екен, мен байқамаппын. Негізі варианты болған бұның. Мен қою ұмытып кеттім ғой. 70 дейді. 70-ке жақын. Бірақ пи квадрат ше. Пи квадрат не болды? Пи квадрат ол примерно білесіңдер ма қаншаға тең? 10-ға тең ғой. 9-да 1 метр. Короче, сондай бір нәрсе шығады, мынаны есептей саласыңдар ғой. Примерно сондай 700-ге жақын сан шығады. Ал mg қанша есептеп қойып шыққан? mg 0,7 көбейтілген 10, 7 ньютон. Көрдіңдер ма? Сол үшін Т керілу күші и mg салыстырып болмайды, 100 есе көп қой, короче. И поэтому мен mg-ді мына Ньютон екінші заңын жаздым ғой. Күштердің ішіне мен mg-ді енгізген жоқпын, тек керілу күші бар деп жаздым да. Поэтому дұрыс болды. Түсінікті ма? Болды, короче. Кеттік. Бұл оңай. Мынаушы. Так, адам уақыт өткен сайын азаймасын, көбейсін. 7 ньютон, беті жабық ыдыс ішінде газ қыздырылады. Бұл процесті түсіндіретін заңды ашқан физик дейді. Бұл енді прям теорияның теориясы екен, жаттау керек. А дейді. Өте дұрыс. Не үшін? Қараңдаршы, ыдыс бар. Ішінде не бар? Газ бар. Бу дейікші, мысалы, судың буы бар, кішкене су бар. И бетін жауып қоямыз ғой, неқта сөйтіп жазған ғой, қараңдар. Беті жабық деген. Прям герметичный жабылғанша бүйтіп ешнәрсе шығамайды. И астын менің түрім қайда кетіп қалған? Тоқтаңдар, мен түрім көрінбей қалған ба? Қалады екен ғой. Қазір қосып не болып қалды екен? Мен камерамды жөндеп алайыншы, мен көріп отыруларым керек қосыңдар. Шарль дейді, кәдімгі. Прям Шарль. Вот.
Не болды маған? Жарайды, түрім керек емес негізі, особо. Жалғастыра берейік есепті. Бәрі көрініп тұрған шығар. Иә, жалғастырайық. Көрініп тұр ма? Все. Короче, ыдыс ысы береді, но оның көлемі өзгермейді, себебі жабық ыдыс қой. Қайда барады газ? Ішінде ғана қалады. Так что көлем тұрақты, ал көлем тұрақты кезде ол изо не? Изохора ғой. Хора. Аналар х деген әріп в-ға ұқсап жазасыңдар, сол кезде примерно түсін жаттап алуға болады. Изохора ол көлем тұрақты. Ал изохораны ашқан адам ол Шарль. Енді адам ашқан адамды просто жаттау керек ау, по-моему, лайфхак жоқ сияқты. Мысалы, Гей-Люссак ол изобараны ашқан. Мен оны прям жаттап алғам. Гей-Люссак изобара. Бойл Мариот екі адам да, бұл екі адам ол изотерман ашқан. Өткен изотерма кішкене қиындау заң негізі, изотерма деген. Так что оған біреу емес екі адам керек болған. Вот. Так что бізде Шарль болады, дұрыс айтады. Кеттік па? Кеттік. Иә. Әдемілігіне камера шыдай алмайды қалған деймін. Ладно, может быть. Мұны қандай месінде айтып бұл конспект деп ше. Конспект импульсқа қатысты. Вот сол есеп шықты міне. Енді давайте осын қарап көрейік. Бірінші сұрақ өте оңай деп айтсам. Жаңа айттым, доп. Бір нәрсе естілмей тұрса айтасам да, что-то мид қуа бастап жатыр жайлап. Келетті доп, соқтығысады дедің. Соқтығысқан соң ол мыжылады, келіп бүйтіп. Былай басында не қылады, сосын барып бүйтіп сопайып мыжылады. Деформация дейді о. Серпімді деформация болады. Сондай зат көрсетілген ғой, қараңдар, оқыңдар. Конспектте негізі ұзақ сөздер болатын, мен оны қысқарттым. Ешне сөздер ұнамады да маған. Мынау не деп жазыпты? Жансұлтан 420 деп қойыпты. Қазір тексереміз, иә. Массасы 0 килограмм доп соққы сезгіш датчикке. То есть бұл датчик екен, соғылғатын зат. Серпімді түрде соқтығысады. Соқтығысу моментінде доптың жылдамдығы 4 метр секунд. Соқтығысу моментінде, яғни енді соқтығысып келе жат, әлі соқтықпады, енді соғады деген ғой. 4 метр секунд дейді. Төменде келтірілген график сол датчиктің көрсетуі ғой, короче. Қараңдаршы, мынау бізге күш қой. Мынау вертикаль ось бар ғой. Ол күштің көрсеткіші, нақты 0, там бүйтіп күш арта береді. И өздерің көріп тұрсыңдар. Уақыт өтіп жатыр, 0-ден бастап әлі доп соғылған жоқ. Но бір уақыттан бастап 400 миллисекунд дегеніміз. Содан бастап уже соғылды да, как бы соғылған момент қой сол. И жайлап білесіңдер, доп сығылады, соқтығысу барысында 20 миллисекундта максимальный неге жетеді? Әсерлесу күшіне ше. Так что бізде дұрыс айтасыңдар, Д болады. Ары қарай добымыз қайттан қалпына келеді, иә? Пластический келеді. И артқа қарай қайтады. То есть қайттан қалпына келген кезде күші азая береді. Мынандай білесіңдер ма? F тең K дельта X деген. Мынаны бәрін білесіңдер ғой. Бұл кім заңы? 7-ші сыныптың есебі ғой. Дельта X деген сол бізде как бы добымыз сығылады ғой бүйтіп. Қаншаға сығылды, мынау дельта X деген қаншаға өзгерді мынау X1, X2 азайтымыз. Вот сол қанша сығылған сайын серпімділік күші, яғни күш көбейе береді. Түсіндіре алдым ба физикасын? Білем қазір, 1-ден 420 деп айтқанын түсінем, бірақ түсініп алу керек та, соққы моментінше ол жақта күш тұрақты емес. Міне енді мынау сұрақшы.
екінші сұрақ конспекттің. Доп импульсінің өзгерісі дейді. То есть соқтығысқанға дейін, сосын ойланамыз. Басында импульс қандай еді? МВ1. МВ1. Мен камерамды қосып жүрмін. МВ1 қаншаға тең? 0,2 көбейтілген 4. 0,8. P2 дәл сондай негіз. Просто минусымен жазасыңдар. Себеп қандайшы, доп былай келеді да, обратно дәл солай қайтады. Енді векторлы шама ғой импульс деген. Мына жақта 0,8 болса, онда мына P1 болса, онда P2 бізде минус 0,8 болу керек. Бағыт өзгерді. Енді қараңдар, дельта P ол бізде P2 минус P1. Яғни минус 0,8-ден азайтасындар 0,8-ді. Минус 1-де 6. Енді бұл минусты жазбаса да болатын, білесіңдер, D болады. D деп жазыпты уже. Түсінікті ма бұл? Плюс или минус? Түсінікті болса плюс қалдырыңдар. Так, плюс керек. Қас. Вот енді көріне бастадым. Давайте жалғастырайық. То есть минус 1-де 6 шықты дельта. Енді мынау есеп. Бұл тоже подвохпен. Мына есеп. 420 миллисекунд уақыт мезетіндегі доптың кинетикалық энергиясы дейді. Кімде қандай вариант бар? 420 миллисекунд кезіндегі доптың кинетикалық энергиясы дегеніміз былай ғой, қараңдар. Или айтасыңдар ма өздері? Біреу айтсын, хотя бы көрейік, соны тексеріп. Наугад айтасыңдар. Кинетикалық энергия импульсінің формуласы бар ғой дейді. Енді қайсысы енді? Мынаны айтасың ба? Ойбай, осы ма еді? Бар я бұл. Но бізде именно на моменттегін табу керек қой. Нені ескермедім? Давайте айтып жүрейік. Жайды өзім айтайыншы болды. Уақыттас бітеміз ғой. Соқтығысады ғой. И ең қатты сығылады ғой. То есть 420 миллисекундта жаңа айттық қой. Ең қатты соғысады деп. Вот негізі доп сол кезде тоқтайды. Ең қатты сығылып бітіп, максимально сығылады ғой. Қатты күшпен ше әсер етіп тұрған кезде. Сол моментте ол тоқтап тұрады негізі. То есть жылдамдық 0 болады. Жылдамдық 0 болса, значит кинетикалық энергия тоже әрқашан 0 болады. Түсінікті ма? 0 деп аласыңдар. Бұл бәріне түсінікті шығар? Кеттік па? Дальше. Мынау есеп. Массасы 0,2 доп соққы сезгіш датчикке абсолют серпімді түрде соқтығысады. Соқтығысу моментінде доптың жылдамдығы 4 метр секунд. Төменде келтірген график соққы датчигін көрсетілген. Ой, датчиктің тіркеген ең үлкен күші дейді. Бұны қалай табамыз? Жаңа біреу айтты ғой, F. Мынау не еді? Жаңа ғана айттым мен. Формуланың аты не еді? Ау. Аты не еді бұның? Ньютонның екінші заңы, импульстік түрдегі, ұмытпаңдар. Енді қараңдар, мен сіздерге айттым, мынау орташа күш деп айттым. Негізі мынау орташа күші по правилу. Осын табайық. Жаңа бізде дельта P қанша шыққан еді? Дельта P-мыз қанша шыққан еді? Импульстың өзгерісін деп сұраған кезде 1-де 6 шықты. Соны қоя салайық, есептемей, уақыт жоғалтпай. Дельта T-мыз әсерлесу уақыты. Қараңдар балдар, әсерлесу уақыт қаншаға тең?
әсерлесу уақыты қаншаға тең? 420 миллисекунд па? Интервал дельта-т-ны айтып отырмын. Мына жақта соқтығыс басталады, мына жақта бітеді. 40 миллисекунд қой. 40 миллисекунд. Мына формуладағы дельта-т ол айттым ғой, соққы ұзақтығы или доп әсерлесу уақыты деймін. 40 миллисекунд ол қанша секунд? 0,04. Соны қоясыңдар ғой, короче. Қанша шығады мынау? 0,4. Қанша шығады? 40 па? 40 шығады, иә. 40 ньютон. Бірақ мен сіздерге айтайын, бұл орташа күш. Негізі мынандай формула бар, қараңдар. Орташа күш, ол бізде минимал күш, максимал күш бөлінген 2. Егер күш сызықты түрде артатын болса, мысалы бізде сызықты түрде артады. Бұлай. Значит, ол жақта бізде не болады? 2 көбейтесіңдер. Короче, минимальный күш бізде 0, орташа күш бізде 40. Жазайықшы, 40 тең 0 плюс максимал күш, оны табу керек. Бөлінген 2. Қанша болады? Максимал күшіміз бізде 80 болады. Осындай есеп. Ой. Қиындау енді, негізі мойындаймыз. Импульсқа кіру керек. 40 орташа күш, ал максимал күш 80 болады. Түсінікті ма? Түсінікті болса плюс и ары қарай кеттік, ә? Опа, сәл қапты балдар. Десең, көп екен. Жарайды, мен аяқтаймын ғой, қазір жарты сағат өткесін. Кейін, если что, ертең жалғастырамыз, ары күніма. Лаплас қысымы дейді. Мынау тоже жаңадан шыққан. Не дейді мынау? Біразын білен көрген шығарсыңдар бұл есепті уже. В дейді. Дұрыс айтасыңдар. Лаплас деген ол жаңа беттік керілу бар ғой, мысалы. Не зат бар бізде суды сіңірмейтін? Стекло сіңіреді. Білмеймін, бір заттар бар ғой, су тамса бетіп тұратыншы. Вот сол беттік керілу күші, и сол ішіне негізі қысым түседі. Білесіңдер ма, ішіне бетіп жәндік кіріп кетсе, ол шығамай қалады. Қиналып шығамай қалады, жапысып былай. Вот себебі оған қысым артқа қарай итеріп тұрады оны ше. Вот осы беттік керілу күші негізі жәндіктердің өмірінде өте маңызды күш қой. Бізде мысалы маңызды күш ол гравитация ғой. Құлап түспеу керек. А бұлар үшін маңызды күш, жәндіктер үшін білесіңдер ме, ол керілу күші. Олар күнде сонымен алысады. И осы қысым күші Лаплас күші деп аталады. Ой, мынау болады, короче, жауап. Или кейде былай келеді вариантта. Сұйықтың майысуына байланысты. Бет майысады ғой, тіке емес. Короче, түсінікті деп ойлаймын. Енді мынау есеп енді қиын тоже, мынау да қиын, мынау қиын шығара береміз ба? Неше минут қалды өзі? Жай, бір қиын есеп шығарып тастайық онда. Қайсысын шығарсақ екен? Мынаны шығарайық па? Осын шығарайық, көлбеу жазықтық. Бүгін бітіріп тастайық. Қараңдар. Көлбеулік бұрышы 60 градус жазықтың бетінде массасы 1,5 килограмм болат білеуші қойғандағы сырғанау үдеуі 5 метр секунд квадрат. Егер массасы дәл сондай ағаш білеушені қойғанда үйкеліс күшінің мәні дейді. Бізде екі жағдай болған негізі бұл жақта. Бірінші болат металл бар ғой, оны қояды мына жаққа. Ол сырғанап кетеді екен. Ал екінші кезде ағашты қояды, ол тоже сырғанайды, бірақ сол кезде үйкеліс қалай өзгереді? Ой, үйкеліс күшін тап дейді. Сол үшін мен мынаны жазам қазір. Қандай күштер әсер етеді? Мынау айттық жаңа, мынау не дедік біз? mg sin дедік. Еще бізде үйкеліс күші бар екен. Тағы не күш бар? Болды, иә? Осы екеуін азайтқан кезде бізде MA шығады. То есть қараңдар, MA, mg синус альфа. Мен бағытты былай бағытта алдым, оң бағыт. mg синус альфа минус үйкеліс күші. Үйкеліс күшінің орнына мен
не жазайын? Мю mg косинус альфаны жазам. Жақсы ма? Үйкеліс күші ғой. Сырғанау кезіндегі. М-ді қысқарады, үдеу бар. Қараңдар, мәндерін жазайын. 5 тең, 10. Синус 60 градуста түбірас 3 бөлінген 2-ге тең. Минус, так, М қысқарды, мю 10 косинуста 2-ден 1-ге тең. Ойбай, не болып кетті? Мюді бізге тап демеген ғой. Бұл бізде болат кезде, бірінші жағдай деп жазып қойыншы. Болат білеуші. Екінші жағдайда бізде ағаш білеуші. Енді ағаш білеушенің үйкеліс коэффициентін қараңдаршы, 2-ге тең. Ағаш мынау 2 болу керек. Ағаш пен көлбеу арасында үйкеліс ол мю 2-ге тең, жақсы ма? Мынау мю 1. Негізі бұны табуға болатын еді ше? Қазір тауып көре салайықшы. Қанша шығатынын. Просто для интереса табайық. Так, 5 тең 5 түбірасты 3 минус 5 мю. Енді 5-тер қысқарады. Мюді айтайын, примерно мынанша шығады, 0,7 болып шығады. Жақшаға шығасақ 1 болады. Дұрыс. Көрдіңдер ма? Мынау болат, бұл бізде болатпен көлбеу жазықтықпен болат білеушен арасындағы үйкеліс. Ал екінші жағдайда бізде мюіміз уже берілген, ол 2-ге тең. Көбірек деген сөз. B деп жазып көрейік. Қараңдар, мен көрмей қалыппын мына сұрақты. Жансұлтан сұрайды, минимум күш неге 0 дейді. Себебі соққы барысында мына жақта ең басындағы күш 0 ғой. Жалпы графикке қарасаң, мынау күштердің ойсы ғой, 0-ден басталады. Ең үлкені мынау. Орташасы примерно мына жақта ғой енді. Ол бізде 40 шықты. Демек, мынау 80 болады деген сөз. Жақсы ма? Мынау ағаш білеушемізде үйкеліс коэффициенті 2-ге тең. Енді мен сендерге айтып кетейін, мынандай затты ше. Үйкелістің неше түрі бар? Сырғанау бар, және тыныштық үйкелісі бар. И домалау бар. Бізде енді қазір домалау туралы қатысы жоқ. Тыныштық үйкелісі мүмкін. Менде үйкеліс неқта тым көп болып тұршы, давайте салыстырайық, бетейік. Мынау mg синус альфа мен үйкеліс күшін салыстырып көрейікші бірінші. Сырғанай ма, сырғанамай ма? Давайте үйкеліс күшін жазайын мен. Үйкеліс күші ол бізде mg косайн альфа. Мю бізде 2, м бізде 1,5. G10 косинус бізде 2-ден 1. Қанша шығады мынау? 15 шығады. Ол үйкеліс күші. Ал mg синус альфа ол астыға қарай итеретін күш қой, төмен қарай. mg дегеніміз ол бізде қайтадан 15. Синус 60 градуста түбірас 3 бөлінген 2 дейді. Қайсысы көп? mg синус альфа көп па, үйкеліс күші көп па? Көріп жатсыңдар ма? Бұл жақта үйкеліс күші көп. Үйкеліс күші көп. Так что негізі ондай жағдай мүмкін емес. Мысалы қараңдаршы, дене бір орында тұрда, и сен оны тартасың, мысалы 10 ньютонмен. Бірақ μmg 20-ға дейін бара алады. Онда ол артқа қарай жүріп кетпейді ғой. То есть бұл жақта негізі сырғанамайды дене. Бұл жақта бір орында тұрады дене. Ал бұл жақта бір орында тұрады ғой дене. Сырғанамаған соң үйкеліс күші тыныштық үйкелісі бойынша табылады. Былай айтайыншы сендерге. Тыныштық үйкелісінде әсер ететін күш және үйкеліс күші өзара тең. Сол үшін ол тыныштықта тұр ғой. Тыныштық үйкеліс түрінде денеге әсер ететін қозғайтын күш, яғни мына жақта қозғап тұрған күшіміз бізде mg синус альфа ғой. Және үйкеліс күші. Бұл тыныштықта тұратын біз анықтадық, себебі үйкеліс күші көп болып кетті сыртқы күштен. Егер сырғанайтын болса сондай болады. Демек, бұл сырғанамайды деген сөз. Ал сырғанамаған кезде ол жақта уже μmg-мен табылмайды үйкелісі. Ол жақта чисто былай айтылады. Сыртқы күш әсер ететін неге тең деп айтады.
үйкеліс күшіне тең деп. Тыныштық үйкелісінің шарты деп аталады бұл. Тыныштық үйкеліс. Вот осы. То есть сендер үйкеліс күшін бұл жақта жай ғана былай істейсіңдер ғой. Mu mg сайнмен таба саласыңдар. Себебі мынау, ой, мюді ұмытып кеттім, өшірем мюді. Мю емес, иә? Мю керек емес. То есть mg синус альфа мен үйкеліс күші тең. Сол үшін ол тыныштап тұр. Арғай есептейміз. mg синус альфа бізде қанша шығады? Мұны жазып қойыппын ғой. 15 бөлінген 2 тубырасы 3 деген. Енді примерно есептеңдер, бұл 13-ке жақын шығу керек меніңше. Бұл түсінікті ма? Иә. Түсінікті болды ма? Жарайды онда оқушылар. Сабақ бүгін кеше жетеді деп ойлаймын. Осы 1,5 сағаттан өтеміз ғой біз негізі. Ертең тағы болу керек. Или жазамыз подробно. Жақсында келесі жолыққанша сау болыңдар. Рахмет ағай, сау болыңыз. Жақсы, сау болыңдар. Ағай, PDF жібересіз ба? Әлде? Иә, жіберем, группаға жіберем. Өшір слайм. Запись жасалды ма?